Smile Kids. Маймылдың жетістігі. Оқыған Сырым Қашқабаев. Ертеде бір маймыл болыпты. Ол өте көңілді, мейірімді және қонақжай екен. Маймылдың жақсы қасиеттері көп болса да, аса керемет дарыны болмапты. Кәдімгі қарапайым маймыл. Маймылдың ауылында қыста қар тазалау, ақ қала жасау сияқты қызықты шаралар өтеді. Көктемде қолдан ұя жасап, құстардың жылы жақтан ұшып келуін күтеді екен. Ал жазда тауға шығып, балық аулап, оттың жанында ойнап, ән айтып, саңырауқұлақ пен жидек теруге баратын. Күзде сары жапырақтарды жинайтын, жыл бойы ауыл тұрғындары қызыққа толы күндерін өткізетін. Бәрін бірге жұмыла жасайды. Бірлігі жарасқан ауылда тұрды. Көктемнің бір күнінде ауылдастар келіскендей құс ұясын жасауға жиналады. Әркім өзінше жасауға тырысып бақты. Біреуі үлкен, бірі кішірек, үшкір немесе домалақ шатырлы, қызыл, көк, сарғылт болып әртүрлі ұя жасады. Бәрі қызу іске кіріскенде маймыл шетте тұрып, ешкімге көмектеспейді. Оны байқаған жылан әже маймылдың неге босқа қарап тұрғанын білгісі келеді. Аманбысың маймыл, деді жылан әже. Сәлеметсіз бе жылан әже, деп маймыл күлімсіреді. Сен қолыңды ауыртып алғанбысың, деп уайымдады жылан. Жоғы, қолым дінаман ауырмайды, деп жауап берді маймыл. Мүмкін көзіңе бірдеңе түсіп, нашар көре бастаған шығарсың, деп жылан анықтай түсті. Жоқ, бәрін жап-жақсы көріп тұрмын, дейді маймыл. Енді түсіндім. Сен ұяшықты бәрінен бұрын жасап алып, басқалардың аяқтағанын күтіп тұрған шығарсың, дейді жылан. Жоқ әже, мен ұя жасаған жоқпын. Биылғы көктемде жасамайтын болдым. Енді жасамайтын да шығармын, деп маймыл мұңайып төмен қарады. Өй, саған не боп қалды? Күн жылынғанда құстардың келгенін күтпейсің бе? Күтіп жүрмін ғой әже. Өте қатты күтем. Оларға өз қолымен ұя жасап күткім-ақ келеді. Бірақ мен ұяларды жақсы жасай алмаймын. Біресе шатырын, біресе кіретін жерін, біресе жем салғышын жасауды ұмытып кетем. Міне, сөйтіп жүргеніме 3 жыл болды. Ал айдақараға менің қолымнан түк келмейтінін және құралдарды босқа құртатынымды айтты. Негізі айдақараға дұрыс айтады. Қолының ілгегі бар ұстаның ұясында кім тұрғысы келеді дейсіз, деп маймыл өзінің сәтсіз оқиғасын аяқтады. Сен сонда айдақарағайдың айтқанына сеніп қалдың ба, деп таңғалды жылан. Маймыл мұңайып басын изеді. Түсінікті. Айдақараға бекер былай айтқан екен, деп жылан басын шайқады. Білесің бе, ғаламның әрбір тұрғыны өзінше ерекше. Бәрінің мықты жақтары мен кемшіліктері болады. Жылқы ағайдың ұясына қараш, деп көрсетті жылан. Маймыл жылқы ағайдың жасаған ұяшығы кәдімгі қарапайым ұяшық екенін көреді. Ал енді жылқының қандай аққала жасайтынын есіңе түсір, деді жылан. Сол кезде маймыл жылқы ағайдың көзі қарақаттай, сәбізден жасалған қыр мұрны бар, бұтақтан жасалған қолында әдемі қолғабы, мойнында орамалы, басында ерекше бас киімі бар аққаласын есіне түсірді. Ол аққала тура тірі адам сияқты сүйкімді болатын. Ауылдың бар тұрғыны жылқы жасаған аққалаға қызыға қарап, көздерін алмайтын. Қыс келген сайын ауыл тұрғындары осы жолы жылқы жұртты таң қалдыратындай не жасайды екен деп асыға күтетін. Маймыл бұны еске түсіріп жымиды. Жымиғаныңа қарағанда есіңе түскен сияқты, деп сұрады жылан. Маймыл күлімсірей бастады. Мен саған бір құпия айтайын. Жылқы ағайда бала кезінде сондай аққала жасай алмайтын еді. Басында ол да ебедейсіз болатын. Біресе көзі екі жаққа қарайтын, біресе мұрнын бұтақтан, ал қолын сәбізден жасайтын. Қойыңызшы, ол мүмкін емес. Сонда оған да қарды босқа құрттың деп айтқан шығара, деп мұңайды маймыл. Бір емес, бірнеше рет айтатын. Бірақ
жылқы жұрттың сөзіне сенбей, іспен дәлелдегісі келді. Өйткені оған аққала жасау ұнайтын. Сондықтан жыл өткен сайын жақсы жасай бастады. Соңында ол ауылдағы ең күшті аққалаларды жасайтын болды. Маймыл жылқы ағайға қарап бір марқайып қалды. Жылан әжей маймылға: шындығында айналадағылар сенің қолыңнан келмейді, даусың жаман, сурет сала алмайсың деген сияқты сөздерді айта береді. Бірақ сен олардың сөзіне сенбей, бастағаныңды аяқтау керексің. Егер бірдеңеге қызықсаң, оны жетілдіре түс. Күннен күнге өзіңнен асып түсетіндей шыңдал, дағды қалыптастыр. Маймыл жылан әжейге уақыт бөліп, кеңес бергеніне алғыс айтты. Ауыл тұрғындары әлі де құс ұяларын жасап жатты. Маймыл әрі-бері жүрді де құралдарды алып, ұя жасауға кірісті. Асықпай, рет-ретімен ұяны жасай бастады. Бір кезде жанына Айдақара ағай жақындады. Мені мынауың жақсы шығыпты, тырысқаның көрініп ақ тұр. Жарайсың деп мақтады. Бұл сөздерді естігенде Маймыл ұя жасауға қайта кіріскеніне қатты қуанды. Жұмыс аяқталған соң бәрі ағашқа ұяларды іліп, құстардың келуін күтті. Басқалардың арасында Маймылдың да ұясы бар еді. Шатыры да, кіретін жері де, жем салғышы да бар. Ыңғайлы ұя. Ұшып келген құстар ұяларын көріп қатты қуанды. Одан кейін жаз келіп, күз, қыс алмасты. Жаңа көктемде көршілер дәстүрлі ұя жасау әдетіне кірісті. Жұмыс аяқталғанда бәрі бір ұяны көруге жиналып қалыпты. Ұяның шатырына әдемі суреттер салынған, жем салуға және су құюға арналған ыдысы бар, сондай ерекше әрі көздің жауын аларлықтай еді. Оның кереметтігі сондай, бәрі жаз, күз және қыс бойы қабілетін дамытқан Маймылға таңғалысты. Көктем келгенде Маймыл бірден іске кірісіп, ауылдағы ең әдемі ұяны оп-оңай жасап шықты. Маймыл жылан әжейдің: есіңде болсын, егер жетістікке жеткің келсе, талмай еңбектен. Сонда міндетті түрде қолыңнан келеді. Өзің сенетін және ұмтылатын нәрсе сенің қандай екеніңді көрсетеді деп айтқан керемет кеңесін өмірінің соңына дейін ұмытпады.